Сөзімді әйгілі физик Майкл Фарадейдің сөзімен бастасам, тәжірибе менің жалғыз ұстазым. Мен физика сабағында теория мен практиканы үнемі байланыстырып өтіп келемін. Электр тогының магниттік қасиет атты тақырып студенттерге ғылыми, тәжірибелік жұмыстар, шығармашылық тапсырмалар мен жобалар арқылы пәнге деген қызығушылығын арттыру. Міне, көрдіңдер, тартып алу, дұрыс па? Енді ажыратқан кезімізде, токты қосқан кезде катушкада магниттік қасиет пайда болады да, мына темірді тартады. Үлкен завод фабрикаларда темір таситын жерлерде осы токтың магниттік қасиетін пайдаланамыз. Бұл енді токтың жылулық қасиеті де бар. Мынау Джоу Ленц заңы деп аталады. Өткізгіштен ток өткен кезде жылу бөлінеді. Ол жылу токтың күшіне екі еселенген көбейтуіне тура пропорционал, және кезеңге және уақытқа тура пропорционал. Мына өзіміздің тізбектің бөлігі үшін оң заңы. Ал мынау ампер заңы, және судың астынан жақпырыншы. Жарылған жоқ, енді мына шар жарып қойды. Енді балдар көрдіңдер, су бар, шарымыз жарылған жоқ. Ал су жоқ, жарылып кетті. Енді осыны түсіндіре қойшы, неге? Себебі ішіне ауырленген шар жылуды тез өткізеді, ал ішіне су құйылған шар жылуды жай өткізеді. Енді мына телефонымыздың қуат таусылды. Болады ғой, болады. Сол кезде жасап көреміз. Қуаттағышты алып, не істейміз? Автопқа тұрамыз. Сол кезде біздің неміз не істейді? Міне, электр зарядын береді. Неге? Осы сұрақтардың жауабын тауып